Алгебра пәні бойынша 3-ші тоқсан БЖБ 1-ші нұсқа. Яғни тригонометрия бөлімі бойынша. Оқу мақсаттары градусты радианға және радианды градусқа айналдыру, келтіру формулаларын қорытып шығару және қолдану, бұрыштардың қосындысы мен айырымының жарты және қос бұрыштың тригонометриялық формулаларын қорытып шығару, қолдану. Бірінші нұсқаның бірінші есебі 4 балдық жүйеде, яғни градусты радианға және радианды градусқа айналдырып сәйкестендіру. Бірінші есеп 120 градус. 120 градус енді бұл жерде 2 пи бөлінген 3. Бұл жерде пиді 3-ке бөлсек, яғни 180 градус 3-ке бөлсек 60, 60-ды 2-ге бөлсек 120. Енді сәйкестендіреміз. Яғни 120 бізде Е-ге тең екен. Яғни бірінші есеп бойынша Е жауабы. Екінші 27 градус дегеніміз есептейік. Мына жерде пиді, яғни 180 градусты 20-ға бөлсек 9, 9-ды 3-ке көбейтсек 27. Яғни екінші есептің жауабы А. Үшінші есеп 210 градус. 210 градус бұл жерде енді қарап отырсақ 7 пи бөлінген 6-ға келетін сияқты. Яғни пиді 6-ға бөлсек, яғни 180 градусты 6-ға бөлсек 30, 30-ды 7-ге көбейтсек 210. Яғни үшінші есептің жауабы Г. Төртінші 300 градус. 300 градусты енді балалар мында көрейік. 5 пи бөлінген 6. Пи дегеніміз 180 градус 6-ға бөлсек 30 келмейді, 150 болып қалады. Олай болса 5 пи бөлінген 3-ті көрейік мына жерде. 180 градусты 30-ға бөлсек 60, 60-ты 5-ке көбейтсек 300. Онда бізде дұрыс жауабы Б. Яғни бірінші есеп бойынша 4 есепті шығардық. Келесі. Екінші есеп өрнекті ықшамдаңыздар. Бұл жерде бұл есепті балалар қарап отырсақ, келтіру формуласына берілген есептер. Енді әрі қарай жазайық. Бұл жерде косинус пи минус альфа дегеніміз, яғни пи минус альфа дегеніміз екінші шеректе, яғни косинустың мәні минус болады. Бірақ пи минус альфаде өзі косинустың өзі болады. Косинус альфа. Косинус альфа. Көбейтілу. Тангенсте бұл тангенс 3-ші шеректе жатады таңбасы. Яғни тангенс 3-ші шеректе 10. Тангенс альфа болады. Бөліміндегі синус пи бөлінген 2 90, яғни 90 градус минус альфа, яғни 90 градуста бірінші шеректе синустың мәні 10 болады, бірақ 90 градустан синусымыз косинус альфа болады. Косинус альфа. Яғни бұл жерде косинус пен косинус қысқарып кетеді, сонда бізде минус тангенс альфа қалады. Сонда жауабы тангенс альфа екен балалар. Келесі есеп. Үшінші есепте, яғни 4 балдық есеп. Бұл жерде балалар, бұл жерде қос аргументтің қосу, азайту формулалары қолданылған. Енді осы есепті шығарып көрейік. Мына формула бізде сәйкес келетін сияқты. Косинус
альфа қосылған ветта формуласы бізге келетін сияқты. Енді әрі қарай жалғастырып көрейік. Тең. Бізде енді косинус сонда жақша ішінде не болады? 40 градус қосылу 20 градус, яғни 20 градус. Бұл дегеніміз косинус 60 градусқа тең. Косинус 60 градусқа тең. Яғни косинус 60 градустағы мәні бізде неге тең, балалар? 2-ден 1-ге тең болады екен. Жауабы сонда 2-ден 1. Енді екінші Б есебі 105 градусты қос аргументтің қосындысы түрінде жазайық. Синус, я. Яғни 45 градус пен 60 градуста түрінде алайық. 45 градус қосу 60 градус. 60 градус, я. Яғни енді бұны ашып жазайық. Синус 45 градус. Синус 45 градус көбейтілген косинус 60 градус. 60 градус. Қосу косинус 45 градус. Косинус 45 градус көбейтілген синус 60 градусқа тең болады. Яғни бұның мәндерін тапсақ, синус 45 градуста балалар түрасты 2 бөлінген 2-ге тең. Көбейту косинус 60 градуста 2-ден 1-ге тең болды. Қосу косинус 45 градуста түбірасты 2 бөлінген 2. Көбейтілу синуста түбірасты 3 бөлінген 2-ге тең. Сонда бізде не шығады? Мына жерде 2, 4 түбірасты 2, қосу мына екеуін көбейтсек 4 түбірастында 6, яғни бөлімінде 4, алымында түбірастында 6 болады. Яғни бұл жерде бөлімдер ортақ болғандықтан 4 алымында түбірасты 2 қосу түбірастында 6 болады. Жауабы осыған тең болады. Келесі есеп. Төртінші есепте өрнекті ықшамдау. Бұны әрі қарай енді шығарайық. Негізгі формула, тригонометриялық формулаларды есімізге түсірсек, 2 синус альфа көбейтілген косинус альфаге тең болады. Енді тангенстің мәнін орнына қойса, синус альфа бөлінген косинус альфа деп жазайық. Бұны бірден бөліп жіберуге де болады, бірақ енді сіздерге түсінікті болу үшін мен осылай етіп жазып жатырмын. Тең. Енді бұны былай етіп жазайық. 2 синус альфа косинус альфа. Енді бізде керісіне айналдырған уақытта бұл косинус альфа болады. Синус альфа деп косинус альфа
2 бөлімінде 2 синус альфа тең болады. Бұл жерде синус 2 синус альфа мен 2 синус альфа қысқарып кетеді. Сонымен косинус квадрат альфаге тең болады екен. Келесі есеп. Енді бұл есепті орнына мәндерін қойып, формулаларын қойып шығарайық. Бірдің мәні, балалар, тригонометриялық функцияда қандай функциялар бірге тең еді? Синус квадрат альфа қосу косинус квадрат альфа. Енді бұл жерден косинус 2 альфаны ашып жазсақ, косинус квадрат альфа минус синус квадрат альфа. Бөлімінде жазайық. Синус квадрат альфа қосу косинус квадрат альфа минус, енді бұл жерде таңба минус болғандықтан таңбалар өзгереді. Косинус квадрат альфа енді минус плюс болады бұл жерде. Синус квадрат альфаге тең болады. Енді ұқсастарын біріктіреміз. Таңбалар әртүрлерді азайтамыз. Мынау мен мынау. 2 косинус квадрат альфа бөлімінде косинус квадрат альфа мен косинус квадрат альфа кетеді. 2 синус квадрат альфа тең болады. 2 мен 2-ні қысқартсақ, бізде косинус квадрат альфа бөлімінде синус квадрат альфа тең болады, балалар. Бұл жерде котангенс квадрат альфаге. Осымен, балалар, бүгінгі БЖБ 3-ші 90 бойынша бірінші нұсқасын талдадық. Келесі нұсқаларды көру үшін менің каналыма тіркеліп, келесі видеоларды көруіңізге болады. Сау саламат болыңыздар.